Бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастрының автоматтандырылған жұмыс орны жүйесіне қош келдіңіз. Жұмыс өтінімдері мен менің өтінімдерім бөлімдері бағандары бар кесте түрінде ұсынылады. Бұл кестеде келесі ақпарат көрсетіледі. Өтінімнің нөмірі, жария кадастрлық карта, өтініш берушінің деректері, қызмет атауы, өтінім берілген күні, өңдеу мерзімі. Аталған бағандардың әрқайсысы бойынша нақты өтінімді іздеу мүмкіндігі қарастырылған. Сонымен қатар іздеу, сүзгілеу және сұрыптау функциялары жүйеде ыңғайлы түрде жүзеге асырылған. Пайдаланушы өтінімді жүйе ішіндегі өтінім нөмірі бойынша немесе жария кадастр нөмірі бойынша іздей алады. Сұрыптау мәндердің өсуі немесе кемуі бойынша орындалады. Ол үшін қажет баған тақырыбындағы сұрыптау белгішесін басу жеткілікті. Сұрыптау өтінім нөмірі бойынша, ЖКК нөмірі бойынша, өтініш берілген күні және соңғы өңдеу мерзімі бойынша қолжетімді. Сүзгілеу үшін сүзгі батырмасын басыңыз. Ашылған модальды терезеде келесі параметрлерді көрсетуге болады. Өтінім берілген күн, күндер аралығын көрсету мүмкіндігімен. Мемлекеттік қызмет атауы. Тиісті әкімшілік аумақтық бірлік. Барлық параметрлерді таңдап болғаннан кейін қолдану батырмасын басып, сүзгіленген өтінімдер тізімін аласыз.